Барлығыңызға сәлем достар. Бүгінгі менің жаңа видеома қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі видео бізде өте қызықты болады. Бүгін отбасы жайлы видео. Танысып өтіңіздер. Бұл мен осы отбасының бір мүшесі, яғни әпкесі Мадина. Ал бұл менің анам, есімі Әсем. Ал бұл ең кішкентай менің сіңлілім, есімі Раяна. Яғни бұл сіңлісінің рөлін Медина ойнайды. Сәлем достар. Қазір біз күшті видео түсіретін боламыз, сондықтан видеоға міндетті түрде лайктарыңызды басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер. Ал біз видеомызды бастаймыз. Ендеше кеттік. Қыздар, анашым не болып қалды? Бір нәрсе керек болып жатыр ма? Тамаққа жүріңіздер. Болыңдар, тез тамақ суып қалады. Қазір барамыз. Жүр, кеттік, Раяна. Жүр. Мәссаған, анашым, тамақты күшіп жайнатып қойыпсыз ғой? Келіңдер, сендер үшін әзірледім. Ас болсын, отырып ішіп алыңдар. Раяна, келе ғой қызым. Қазір тамағын суып қалады. Болсын, қыздарым. Рахмет, анашым. Мам, тамағыңыз өте дәмді болыпты. Жаным, рахмет қызым, сен айтпасан. Мам, олай айтпаңызшы, шынымен де өте дәмді болған. Бізге өте қатты ұнады. Раяна? Қызым, мам, не болып қалды? Мен жұмысқа кетіп бара жатырмын. Сіңліңді қарап қой, жарай ма? Мам, мен қадырамын ғой, ұмытып кеттіңіз бе? Енді Раянаны қайда тастап кетесің? Оны енді жалғыз тастап кетпейміз ғой? Онда қызым, оны да бірге алып кет. Той, мам, үнемі осы. Болды, жақсы, мен кеттім жұмысқа. Осылай отыра берсе кешігіп қалатын түрім бар. Мына жерін барлығын жинастырып, қайда барсың да одан бар, бірақ Раянаның қасынан тастаушы болма. Үнемі осы. Қайда барсам да Раянаны алып кет. Бір жаққа барсам Раяна. Онсыз жүре алмайтын секілдімін. Не істеп отырсың? Жүр, енді кеттік. Ура! Сосын жүріп алмай тез киінші. Мен сені 2 сағат күтетін жайым жоқ. Бөлмемнен күштеп киімімді киіп, енді шығайын жатқанда бүкіл настроениемді құртып тастады. Бірақ бір жағынан кішкене көтеріліп тұрған секілді. Себебінен қараш, киімім өте әдемі болып тұрған секілді. Жақсы болды екен де қалаға шыққанда осы киімді алып алғаным. Өзіме құйып қойғаны жарасып тұр. Әпкеме даймын. Сенде бір зуылдап киініп шыға салдың, жарайды, тез болшы. Мына жерге жинастырмай қойыншы. Жинастырғым келіп тұрған жоқ. Мен әйтпесе күтіп қалады. Жүр тез. Сәлем, Мадина. Сәлем, Жұлдызай. Қалың қалай? Менде барлығы жақсы. Сіңліңмен келіпсің ғой? Анам ғой. Жұмысқа кетіп бара жатырмын. Раянаның қасынан тастама деген. Қанша айтсам да көнбей қойды. Енді алып келуге тура келді. Ол бізге кедергі жасамай ма? Жасамайтын шығар енді. Раяна, сен өзің ойнап жүр, жарай ма? Жарайды. Сол әңгімеңді айта отыр. Өзінде не жаңалық? Сол қазір жүрмін. Мәссаған, күшті наушник сатып алыпсың ғой? Анам сатып алып берді туған күніме. Айтпақшы, мен сен туған күнге өткенде келе алмай қалып едім ғой. Соған ренжіп қалған жоқсың ба? Жоқ, неге? Ренжімеймін ғой. Анам ғой, кеш болды, бармайсың деп барсан, тағы да Раянаны алып кет дейді. Қойшы, мен онымен бара бермейтін шығармын енді. Раяна, ойнап жатырсың ба? Қатты кәсем бе? Құлап кетесің. Жарайды. Сен үшін тағы да анамнан ұрыс еститін жағдайым жоқ. Солай айта берсін, жаңалық көп. Тоқташы. Раяна қайда? Раяна! Әлпенше кәсеніп тұр, өзі жоқ болып кеткені қайда кетті? Раяна, шық бері. Мен сенімен тығылмашақ ойнайым деп айтқан жоқпын. Раяна! Қайда кетіп қалды? Раяна қайда? Соны айтам, таба алмай қалғанымыз қалай кетті? Мына жерде жаңа ғана отыр еді ғой? Қайда жоғалып кеткен? Полицияға барайық. Жоқ, мен анамның рұқсатынсыз бара алмаймын ғой. Барсам анаммен бірге баруым керек. Енді не істеймін? Кеште батып кеттім. Қайда кетіп қалды? Жаңа ғана осы жерде тұр еді ғой? Басыма бір проблема тауып берді ғой. Анам болса ұрсады. Енді не істесем болады? Айттым анам алып шықпай қояйын деп. Уайымдамашы, табылатын шығар. Жарайды, сен онда үйіңге бара бер.
Мен сенімен бірге бара алмаймын ғой, білесің ғой, кеш болып кетті. Анам ұрсады. Жарайды, сау бол, Жұлдызай. Сау бол. Ой, енді не істеймін? Қараңғы болса батып кетті. Қайдағы полиция? Анама бірақ бәрібір де айтуым керек. Анама қалай айтамын? Ана жерде анам отыр ғой. Есік ашық тұр екен. Келіп алыпты ма? Ой, анашым, қалыңыз қалай? Жұмыстан ерте келгенсіз бе? Жоқ, әдеттегі уақыт қой, не болды? Жоқ, жай сұрап жатқанмын ғой. Айтпақшы, қызым, Раяна қайда? Оны сұрауды ұмытып кетіппін ғой. Раяна дегенде мама не ғой? Айтсаңшы, бұл не болды? Тыныштық па өзі? Жоқ, қызым, дұрыстап түсіндірші. Раяна қайда? Ол жоғалып кетті. Немене? Сен не деп тұрсың? Қайдағы жоғалған? Мен саған сеніп тапсырған жоқпын ба? Раянасы келіп тұрған не, үйге? Қайда Раяна? Білмеймін, таба алмай қалдым. Таба алмағаның қалай? Біз ойнап жатқанбыз, кенет оны таба алмай қалдым. Қалай? Таба алмай қалған нес? Раяна, жоқ, ол әлі кішкентай емес пе? Мам, жыламаңызшы. Ол табылады, уайымдамаңыз. Қалай табылады ол? Қаланы білмейді ғой. Қызым, мен саған сеніп тапсырған жоқпын ба? Енді Раянамды қайдан табамын? Қызым, енді не істейміз? Мам, уайымдамаңызшы. Жүріңіз, кеттік, полицияға барайық. Ол қызметкерлер барлығын тауып береді ғой, уайымдамаңыз. Жүріңіз, қазір әп-сәтте-ақ тауып аламыз Раянаны. Кеттік, қызым, полицияға. Иә, анашым, жүріңіз. Тез барып тауып алайықшы, әйтпесе қатты қобалжып бара жатырмын. Ой, міне полиция отыр ғой. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Я, келіңіздер. Не шаруа, айта беріңіздер, сіздерді тыңдап тұрмын. Айтпақшы, таныстыра өтсем, менің есімім Толқын, полковник боламын осы жердің. Аха, я, не шаруа, айта беріңіздер. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіздер ма? Мен қызымды таппай қалдым. Кешіріңіз, дұрыстап түсіндіресіз бе? Түсінбей жатырмын. Ол жоғалып кетті. Жоғалып кетті, жарайды, түсінікті. Қай жақта жоғалып кетті? Қызым әпкесімен бірге ойын алаңына кеткен. Аха, сонда сол жерде жоғалған ба? Я, сол жерде жоғалып кеткен. Аха, түсінікті. Онда қызыңыз туралы бізге ақпараттарды беріңіз, біз оны тауып береміз. Жақсы болатын еді. Жүріңіздер онда. Тез барып алайық. Мам, сіз барасыз ба, мен барайын ба? Білмеймін, қызым, барсам бара бер, мені де қалайын. Жарайды. Жүріңіз. Отыра берейін бе? Я, отыра беріңіз. Мүмкін осы жаққа кетіп қалған шығар, білмеймін, барлық жақта қарауымыз керек. Я, осы жақты жүріңіз, тексерейік. Раянам, қызым, оны еш жерден таба алмадық, енді не істейміз? Мам, жыламаңызшы, уайымдамаңыз. Бүгін келмесе де бәлкім ертең келіп қалар. Бүгін табылмаса да ертең тауылып қалар, уайымдамаңызшы. Жоқ, қызым, дұрыс емес олай. Енді не істейміз, өзің айтшы, осылай отыра береміз бе? Қойыңызшы, мам, уайымдамаңыз. Біз енді полициямен барлық жерде қарадық қой, еш жерде жоқ. Мүмкін құрбылармен бірге ойнауға кетіп қалған шығар, сол үйінде қонып қалған шығар. Жоқ, олай болуы мүмкін емес. Мам, уайымдамаңыз, барлығы жақсы болады. Ол табылады, ол ешқайда да кетпейді. Қалай табамыз? Болды, мам, уайымдай бермеңізші. Қараңғы болып кетті. Даланы қараңызшы міне. Ұйықтайтын уақыт келді. Жүріңізші. Жатайық. Раянам, сен қайдасың? Қайда жүрсің, қызым? Мам, болды деймін. Жүріңіз, жатайық. Кеш болып кетті. Сізде ұйқыңыз келген шығар? Жүріңіз. Олай жылай бермеңіз. Ой, бәріне де өзім кінәлімін. Өзім барлығын бүлдіріп алып, жүрісімді қарашы енді. Раяна, тез келші, қайда жүрсің сен, Өзім кінәлімін, барлығына өзім. 2000 years later. Мам, біреу келіп тұр ма? Қараңызшы.
Кім бұл? Қызым, иә, біреу келіп тұрған секілді. Жүріңіз көрейік, кім екен бұл? Мам, келе жатырсыз ба? Иә, қызым, келе жатырмын. Жүріңіз көрейік, бұл кім? Раяна? Мам, мен келдім. Мам, есікті ашыңызшы. Түсінсем бермасын, Раяна не істеп жүр? Ой, не істеп жүр дегенде, қызым? Бұл кім? Мам, Раяна ғой? Көзім нашарлап. Раяна ма шынымен? Я, Раяна. Мен сені сағындым ғой. Қайда жүрсің сен, а? Біз сені таба алмай қалдық. Раяна, қызым, сенсің бе? Я, мам, менмін. Қызым, қайда болдың? Біз сені іздедік қой. Кешіріңізші. Кешіріңізші, енді кетпеймін. Жаным сол, кіре ғой үйге. Раяна, мені кешірші, енді мен сені жалғыз тастамаймын. Жарай ма? Жарайды. Бірақ олай істеме. Я, әрине істемеймін. Шүкір. Қатты қорқып едік сені келмейтін шығар деп. Раяна, жаным сол, шаршадың ба? Я, қатты шаршадым. Сонда сен біз кетіп қалғанда қайда болдың? Мен алдасып қалдым. Сонда үйді қалай таптың? Сен білуші ме едің біздің үйдің жолы қандай екенін? Я, есімде ой. Ой, жарайсың, егер сен үйді білмесең, біз сені мүлдем таба алмай қалатын едік. Білесің бе, біз полиция шақырдық қой. Сені солай іздестірдік. Бірақ бәрібір полиция болса да ешнәрсе таба алмадық. Өзіңнен келгенің дұрыс болды. Сен ешкімнен жарақат таба алмадың ба? Сенде барлығы дұрыс қой, иә? Я, дұрыс. Жарайды, онда сен шаршаған шығарсың, демала ғой. Мен бөлмеме барайын. Жақсы, жата ғой. Барлығы дұрысталып жақсы болып қалды ғой. Анамның да көңіл күйі орнына келді. Мен де бүгін қатты шаршаған секілдімін. Жарайды, жатайын. Айтпақшы, ұмытып бара жатырмын ғой. Құрбыма ескертейін. Оның табылғанын ол да ойындап қалған шығар.